Kamera түсіріп тұр ма? Иә. Сараньо. Сараньо. Бетіміз қашып кеткен. Бетіміз ісіп кеткен. Түріміз қашып кеткен. Ужасный кино болып тұрмын. Зомби болып біттің ғой. Сразу. Папаны телевизорден не? Телевизорден Шыбын ғой. Не сап-сары шыбын бар ма? Өмірде сап-сары шыбын бар екен. Ақмешіт. Таңғы 6-да келдік. Жерін айта алмаймын. Ау. Йо, вообще салқын сияқты ғой что-то. Сығын. Аңара. Салқын екен білдім ғой, сусын ол. Тапчан бар екен ғой іште. Ол білген кезде бағана келіп алатын едім ғой түнде. Иә. Бірақ мыналардың дауысынан ұйықтай алмайтын сияқтысың ғой. Наденьте каску безопасности деп қойды. Каску. Наденьте каску безопасности дегенде каску жоқ қой басымызда. Кім каскасы боларын? Жүріңіздер. Иә, өте ламан қоқылып деп. Дамымаған, қазақтан. Телевизор дамымағанда. Дауысын шығады екен. Қарасай. Қара ұялары бар екен. Қыстақ екен дейтін сияқты. Ена шынымен де апасына қойып басыңа тас түсіп кетсе. Иә, апасына. Құранда қатыр. Құранда қатыр. Оғыма тықпыз құранда. Taş. Alihan, görünür mü? Tas? Ha, төбеден құлаған тас қой. Иә. Қауіпті негізі бұның іші. Жаңбыр жауғанда. Суға ма бұл жер? Жоқ, жаңбыр жаумайды. Бірақ ақырын сулар тамшылып тұрады төбеден. Қатты жауғанда. Иә. Заты ағаштар гүлдер. Үй салып қойды.
Sen balasın. Sen balasın sağın болады. Саған болады. Сенде мамаң екеуің күшті олар. Домалаған абы. Мана. Име домалағана. Нурила Али Ислам қызы. Ол ел оранына айналған абыз аналардың бірі Түркістандық Мақтым Ағзам қожаның немересі. Домалағана 1378 жылы Түркістан қаласында өмірге келген. Домалағана Бәйдібек бидің 3-ші әйелі болған дейді. Өзінің ақылдылығымен ел іші бірлігінің ұйытқысы бола білген. Тарихи жазбаларда Домалағананың адамгершілігі мен әдептілігі парасаттылығы ниеттеніп төлейін дейтін адамдар болса, күйеуімен осы күйеуімен төлей берсе болады екен садақаға. Біз енді Estamos chicken llevados. Aspas dari kawan. Carlos. Андай жер табиғат күшті екен, мына ауыл зор екен, әдемі ауыл.
Ағаш қылмады.